Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Ең алдымен подписаться батырмасын басып тіркеліп алыңыздар. Қолдау ретінде лайк басып қойсаңыздар жеткілікті. Бүгін өздеріңіз білетіндей фрикадельки немесе тефтели деп аталатын осы тағам түрін дайындайтын боламын. Балалар еттің шарик тәрізді болғандығынан сүйіп ұнатып жейді, сондықтан жиі жасаймыз. Ең алдымен қазанымызға сұйық майымызды құйып, дайындап турап қойған пиязымызды салып қуырып алатын боламыз. Келесі турап дайындап қойған сәбізімізді де турап, жуамен бірге бір қалыпты қуырып алатын боламыз. Бұл тағамға уақытымыз көп кетпейді, тез әрі дайын болады. Үйдегі бар заттармен жасай бересіздер. Келесі бір пиязымызды ұсақтап турап, араластырып бірге қуырамыз. Келесі дәміне қарай тәтті бұрыштан бір тәтті бұрыш ұсақтап турап қоссаңыздар болады. Және қазанның крышкасын жартылай жауып, кішкене аздап қуырып аламыз. Одан кейін дайындап турап қойған картопымызды салып, жақсылап араластырып, бірге бір қалыпты қуыратын боламыз. Жиі араластырып тұрыңыздар, түбі күйіп кетпесін тағамның. Қалауларыңыз бойынша томат пастасын қоссаңыздар болады. Түрін, түсін, дәмін өзгертіп тұрады. Егер ұнамаса, онда қоспай қойсаңыздар да болады. Одан кейін суымызды құйып, дәміне қарай тұзын салып, жартылай қазанның аузын жауып, қайнағанын күтеміз. Осы екі арада фрикаделькемізді дайындайтын боламыз. Фаршымызға жуамызды ұсақтап турап, қосып, дәмдеуіштерді қосып, араластырып дайындайтын боламыз. Келесі алдын ала жуып, бұқтырып қойған жарты кесе күрішімізді де қосып, бір жұмыртқа қосамыз. Одан кейін дәміне қарай жаңа қара бұрыштан қоссаңыздар болады. Тұзын қосып, аздап. Мен зирадан қостым, кішкене дәм берсін деп. Одан кейін қатырып қойған укроптан да аздап қосып жібердім, дәміне қарай. Дәмін өзгертіп тұрсын деп. Барлығын осылай қолмен жақсылап тұрып араластырып аламыз, біркелкі қылып. Одан кейін дайын болған фаршымызға сухой чесноктан қостым, кептірілген. Сіздер жаңағыдай свежий чесноктан қоссаңыздар болады. Және паприкадан қосып жібердім. Осылай қолдың көмегімен фрикаделькемізді дөңгелетіп, әдемілеп, бір қалыпты жасап алатын боламыз. Құрметті көрермендерім, осы YouTube каналында қазақша каналдардың дамуына өз үлестеріңізді қосып, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Әлі алдыда әртүрлі жақсы қызықты рецептермен бөлісетін боламын. Мінекей фрикаделькеміз дайын, өте әдемі болып шықты. Піскен кезде жарылып кетпейді, бір қалыпта осылай дөңгелек қалпында пісетін болады. Мінекей енді фрикаделькемізді салып, 15-20 минуттай пісіріп қайнатып алатын боламыз. Дәміне қарай осындай лавровый жапырақтан салсаңыздар болады, және мен укроптан қостым, дәм берсін деп. Фрикаделькеміздің дәмі де, түрі де өте әдемі болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер міндетті түрде. Барлығы әдемі, осындай дәмді болып шығатын болады. Ыстық күйінде ыдысқа салып, ұсына берсеңіздер болады. Өте әдемі, керемет болып шықты. Иісінің өзі мұрынды жарады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға ұнайды деген үміттемін. Және де тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Алдыда әлі тағы да жаңа видео рецептермен бөлісетін боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.